Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен драцена маргинатаның күтімімен бөлісетін боламыз. Бұл драцена маргинатаның күтімі туралы менің каналыма кіріп көрсеңіздер, ол туралы түсірген видеом бар. Мен суретін шығарып, экранға ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Міндетті түрде күтімін көрсеңіздер болады. Бұл пальма тәріздес, өте әдемі көрік беретін, мынандай керемет гүлдердің бірі. Қараңыздаршы, мына пальма сияқты дегенім, мына жапырақтары өте әдемі болып төгіліп тұрады. Бұл өте үлкен 2 метр, 2,5 метрге дейін үй жағдайында өсе береді. Осы гүлді өсірген адамдар ол біледі. Бұл гүлдің көбейту жолын айтатын болса, қараңыздаршы, мынандай мына жерасын кескеннен кейін мына 3 мынандай тақ жіберген. Сіздер де егер бұны тағы да көбейтемін десеңіздер, мына жерден кесіп, суға салып, тамырлатып көбейтсеңіздер болады. Мына кескен жерлеріңізде мына жерден 2-3 тағы да бұтақтар шығаратын болады. Сатып алған кездегі топырағында әлі тұр. Мына тамырлары өте әдемі, аппақ, ешқандай зақым келмеген. Бұл транспортировочный топырақта отыр. Былайша айтқанда коко грунт деп аталынады. Сіздер топырақ құрамын жасаған кезде осындай кокосовый субстрат қоссаңыздар да болады. Ол өте жеңіл, тамырларына ауа өткізгіш қызметін атқарып тұратын болады. Бұл гүлдің күтіміне келетін болсақ, тікелей күн көзінде қалмау керек бұл гүл. Және де суды өте көп мөлшерде су беруге болмайды. Себебі бұл гүл суды қатты жақсы көре бермейді. Бір апта 10 күнде бір деп мен ешқандай да айта алмаймын уақытын. Себебі әр үйдің температурасы, әр үйдің өзінің ылғалдылығы әртүрлі болады. Сол себепті де міндетті түрде су құяр алдын бұлай топырағына қолдарыңызды салып көрсеңіздер болады. Көзінде, тікелей күннің көзінде қалып кетуге болмайды. Жартылай көлеңкеде тұру керек, бірақ міндетті түрде жарықты жақсы көреді. Бұл гүлге суды бүркудің қажет жоқ. Су бүркуге болады, бірақ су бүркігенде абай болыңыздар. Мына розеткаларының ішіне су кіріп кетуге болмайды. Себебі мына жерде егер су тұрып қалатын болса, мына розеткасында бұл шіри бастайды. Ал егер де суды жаңағыдай көп беріп қоятын болсаңыздар, мынандай болып ұштары қурай бастайды. Суды аз беріп қойсаңыздар да, бұның мөлшерін біліп отыру керек суғарған кезде. Күтімі қатты бір қиындық тудырмайтын гүл. Егер бұл гүлді отырғызғандарым сізге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен мұны баста ойладым, мұна горшокқа отырғызамын деп. Қарасаңыздар, мұны көрініп тұр ма, өте үлкен. Бұл гүлдерді негізде бірдестен үлкен горшокқа отырғызуға болмайды. Сол себепті де мен мынандай бір ыдысты мұны астын тесіп қойдым. Жаңа осындай ыдыс бар еді. Мұны қараңыздаршы, өте дәл келеді. Сіздер де кез келген гүлдеріңізді осындай үлкендікте ғана горшогын ауыстырсаңыздар болады. Сонда бұл гүл ешқандай да стресс алмайтын болады. Қараңыздаршы, өте лайықты. Сәл ғана үлкен, осы жетеді. Сонда суды да көп құйып қойсаңыздар, тамыры шіріп кетіп, грибковый ауруға ұшырамайтын болады. Өзінің тамыры осы горшоктағы, топырақтағы ылғалдылықты сіңіріп тұратын болады. Мен мына жерде мына топырақ құрамын жасап қойдым. Бұл туралы мен видео шығардым. Мен суретін шығарып, ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Осы топырақтың құрамын сол видеодан кіріп көрсеңіздер болады. Қараңыздаршы. Бұл топырақтың құрамы кез келген адам өте арзан бағада, қол жетімді бағада, ешқандай да көп қоспасыз жасап отырғызуға болатын топырақ құрамы. Көп адам менен сұрап жатады, сіз төменгі жағына дренаж салмайсыз деп. Маған ол дренаж керек емес. Себебі ылғалдылықты бойына сіңіреді да, содан кейін тамыры мына жаққа жеткеннен кейін, гүлдің тамыры өседі ғой, тамыры түбіне жеткеннен кейін, ол ылғалдылықта сол керамзитте тұрып қалады. Содан тамыры шіри бастайды. Сол себепті де мен керамзит қолданғым келмейді. Әрине, керамзиттің түрлері бар, топыраққа араластыратын. Оны қолданса болады. Ол себебі топырақпен бірге кеуіп кететін болады. Оны қорқпай қолдана берулеріңізге болады.
Мына отырғызған кезде қатты көміп тастамаңыздар. Мына жерден былай қарап, осылай көміңіздер. Мінекей достар, мына драцена маргината гүлі осылай отырғызылды. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.